Сіздерге 2019 жылы төмен деп аталатын қорқынышты драмалық фильмді көрсетемін. Алда спойлер туралы ескерту бар. Дженнифер жұма күні кешке кеңседе қалған соңғылардың бірі. Ол Валентин күні бұрынғы күйеу жігітіне бару үшін ұзақ демалыс күндері Нью-Йоркке ұшу. Жоспарлап отыр. Сондықтан ол оған электрондық хат жібереді. Ол рейсіне кешігіп қалғысы келмейді. Сондықтан ол бір топ компьютер алып кеңседен шығып кетеді. Осы вақытта Гайда жұмыстан кеткелі жатыр. Екеуі бірге лифт күтіп отыр. Дженнифер 49 қабаттағы лифтке кіреді. Ол оған 42 қабатта қосылады. Әлгі адам бірден онымен сөйлесіп қалжыңдай бастайды. Ол жауап береді. Бірақ әңгімеге қызықпайтын сияқты. Лифт кене тоқтаған кезде жігіт оған қабырғадағы гравюраны көрсетеді. Ол пернелер мен дабыл түймесін басуға тырысады. Бірақ ештеңе жұмыс істемейді. Бірақ лифттегі электр қуаты әлі де қосулы сияқты. Жігіт есікті ашуға тырысады. Бірақ бұл да көмектеспейді. Олар толық жұмыс істейтін камераны пайдалануға тырысады. Бірақ олардың қоңырауларына ешкім жауап бермейді. Ең сорақысы, олардың ұялы телефондары жұмыс істемейді. Себебі олар жер асты қабатының 4-ші қабатында. Дженнифер ғимараттың күзетшілері қайда екенін білмей, рейсін өткізіп аламын деп уайымдайды. 15 минуттан кейін олар көмекке шақырып, есікті қағуға тырысады. Бірақ оларды ешкім естімейді. Жігіт бұл жерде апаттық люк болуы мүмкін деп ойлайды. Сондықтан ол оның иығына ыңғайсыз көтеріледі. Олар лифт төбесін тексеріп жатыр. 1 сағаттан кейін Дженнифер бұдан былай рейсін орындай алмайтынын түсінеді. Гай оның көңіл күйін әзіл қалжыңмен көтеруге тырысса да, ол жай ғана бәрін қарғайды. Олар ақыры өздерін бір-бірімен таныстырады және бәрі Гай лифтке кірген сәттен басталды деп әзілдейді. Дженнифердің термоста суы жоқ болғандықтан Гай оған бір бөтелке су береді. Бірақ олар оның жанында тұрған шарап бөтелкесін ашу керек деп әзілдейді. Екеуі де сөмкелерінде бөтелке ашқышы бар екенін түсініп, оған күледі. Олар шарапты ашпайды, бірақ ол оның суын алады. Дженнифер жігітке нағыз тамағы болмағаны үшін жұбаныш сыйлығы ретінде бірнеше кәмпит береді. Ол диетаны ұстану керек деп санайды. Өйткені олар сейсенбіге дейін лифтте тұрып қалуы мүмкін. 4 сағаттан кейін Дженнифер дәретханаға барғысы келді. Ол өзін ұстауға тырысты. Өйткені ол жігіттің көзінше зәр шығаруға ұялды. Ол оған бұрышқа шегініп, пальтосын жабуды бұйырды. Бірақ ол жоқ дегенде, жігіт оған термос суын ішуді ұсынды. Ол одан көзін жұмып, құлағын жабуын өтінді. Жігіт те ән айта бастады. Ақыры ол зәр шығарды. Содан кейін ол лифт қабырғасына сурет сала бастады. Біраз уақыттан кейін олар ойын ойнап, жеке мәселелерді талқылай бастады. Жігіт оған оны ешкім іздемейтінін айтты. Өйткені ол өз жұмысына тым берілген. Дженнифер өзінің де солай екенін айтады. Ол оған Нью-Йоркте біреуді таң қалдырғысы келетінін айтты. Бірақ ол оның мүлде келгенін қаламайтын шығар. Ол шарапты ашып, оған беретін кез келді деп ойлайды. Олар әлі тірі болғандарына тост айтып жатыр. Көп ұзамай олар бір-бірін қызықтыра бастайды және қашықтықты қысқартады. Жігіт оны бұрын кеңсе ғимаратында көргенін мойындайды. Ол бұл туралы жай ғана айтқан жоқ. Өйткені ол жабысқақ болып, оны ұятқа қалдырғысы келмеді. Ол ойлағандай әрекет етпейді. Ол жай ғана оған күледі. Олар суреттерін аяқтап, бір-біріне көрсетеді. Оның оған берген портреті қызықтырақ, ал оның портреті маңыздырақ. Дженнифер кешірім сұрап, суретті суретке түсіріп жатыр. Егер олар аман қалса, оны профиліндегі сурет ретінде пайдаланатынын айтты. Содан кейін олар тамақ туралы сөйлеседі. Екеуі де аш болғандықтан, ол Гайдан тақырыпты өзгертуін сұрайды. Гай әртүрлі нәрселерді тізімдейді. Ол жыныстық қатынас туралы сөйлесуді шешеді. Орнынан тұрып, камерасын оған бағыттайды және оның бұрын соңды ғашық болған ең лас жері туралы сұрайды. Жігіт сәл ұялшақ, сондықтан ол алдымен өз тарихымен бөліседі. Ол оған колледждегі бұрынғы жігіті және олардың кітапханада түнегені туралы әңгімелейді. Кезек Гайға келгенде, ол әлі де өз тарихымен бөліскісі келмейді. Өйткені ол оны қызықты деп санамайды. Дженнифер оған қандай да бір оқиға ойлап табуға кеңес береді. Гай жұмыс пикникінде онымен бірге болғысы келетін сексуалды қыз туралы әңгімелейді. Оның айтуынша, олар мас болып, көлікке отырды, ал ол көлік жүргізіп келе жатқанда шешініп кете бастады. Жігіт тағы да бір түрлі және ыңғайсыз болып қалады. Дженниферге оның толқып кеткенін және оны тоқтатуға тура келгенін айтады. Ол кешірім сұрайды. Өйткені ол шекарадан өттім деп сенеді. Бірақ ол бәрі жақсы дейді. Ер адам оған ыңғайсызданып жақындап, сүйіп, сосын шешіне бастайды. Олар лифтте жақын араласады. Содан кейін жігіт оған ғашық болуы мүмкін екенін айтады. Бірақ ол оны елемейді. Дженнифер бұрынғы жігітімен қайта қосылғысы келетінін айтады. Сондықтан ол Нью-Йоркке оны таңғалдыру, бәрін түзету, бәрін жақсарту үшін барғысы келеді. Гайдан айырмашылығы, ол олардың кездесуі қызықты болғанымен, олар кездейсоқ болуы керек деп санайды. Өйткені оның бұрынғы жігітімен қарым-қатынасы шынайы. Дженнифер оған өзінің сезімдері мен бұрынғы қарым-қатынастары туралы шыншыл. Екінші жағынан, Гай екеуінің арасында қандай да бір байланыс бар деп санайды және оның бұрынғы жігіті оған лайық емес. Ол ренжіді, өйткені ол оны әлі де жақсы көретіні анық және олар лифттен түскенде қалыпты өміріне оралатынын айтады. Гай олардың бірге болуы керек екенін айтып, жылай бастайды. Өйткені олар қорапта қамалып қалса да,
ол өзін бөтен сезінеді. Кенеттен оған бірдеңе болып жатыр, және Дженнифер мұны сезіп тұр. Жігіт оған өзінің кім екені туралы шындықты айта бастайды. Ол оған қайда жұмыс істейтіні және аты жөні туралы өтірік айтты. Бұл адам оған назар аударып қана қоймай, оны күнде жұмыста көретінін айтты. Ол телефонын алып, Дженниферге уақыт пен күнді көрсететін қауіпсіздік камераларының суреттерін көрсетті. Оның телефонында жігіттің тіпті сол түні лифтке кіріп бара жатқан видеосы бар. Дженнифер қорқып кетті. Ол оған ғимараттың күзетшісі екенін айтады, және ол сияқты адамдарды ешкім ешқашан байқамайтынын түсіндіргенде ашуланады. Алдыңғы партада жұмыс істесе де, ол оны танымайды. Ол оны бұрынғы жігітінен де жақсы танитынына сенеді. Ол оған сол түні болған оқиғаның бәрі оның жоспары екенін айтады. Ер адам кілтті алып, лифтті ашады. Дженнифер оған не істегеніне сене алмайды. Ол полиция шақырамын. Ол түрмеде шіріп кетеді дейді. Ол оған ұнамайды. Сондықтан оны ұстап алады да, олар ұрыса бастайды. Төбелес кезінде Дженнифер аяғын жайып, сынып қалады. Лифт кілті. Олар төбелесіп жатыр. Ол оны етігімен құлатып жатыр. Дженнифер оны өлтірді деп қорқады. Сондықтан ол кенеттен орнынан атып тұрып, оны құлатқанда, оның жағдайын тексеру үшін келеді. Екеуі де лифтте ес-түссіз жатыр. Біраз уақыттан кейін Дженнифер оянып, ер адамның есін жиғанын көреді. Ол одан неге бұлай істегенін сұрайды. Оның себебі, олар адам деңгейінде байланыс орнатуы үшін оны бәрінен оқшаулағысы келді. Оның айтуынша, олардың кездесуі ғана емес, демалыс күндері олардың қарым-қатынасы лифтте бұғатталған. Дженнифер оның жазадан құтылмайтынына сенеді. Өйткені біреу міндетті түрде келіп, оларды құтқарады. Өкінішке орай, ол бұл адамның осы демалыс күндері барлық ауысымда жұмыс істегенін біледі. Ал қалған екі күзетші сейсенбі күні ұзартылған демалыс күндері аяқталғаннан кейін ғана оралады. Дженнифер одан не істейтінін сұрайды, және ол түрмеге оралғаннан гөрі оны өлтіргенді жөн көретінін айтады. Ол оны ешқашан еш нәрсеге мәжбүрлемегенін айтады. Бірақ Дженнифер оны ұрлап кеткенін айтады. Бұл оны ашуландырады. Ол тынышталған кезде Дженнифердің бұрынғы күйеу жігітіне сатып алған сыйлығын ашады. Сөмкеден көйлек пен қорапты тауып алады. Ер адам көйлегін киіп, Дженниферден қалған сыйлығын ашуын сұрайды. Дженнифер қорапты ашып, темекіні, сондай-ақ темекі кескіш пен оттық сияқты қажетті құралдарды шығарады. Ол Дженниферді одан сайын мазақ етіп, темекісін тұтатады. Тіпті ол осы жақсы сыйлықтардың барлығымен қайта оралуы мүмкін екенін айтады. Кішкене ирониямен ол оны Валентин күнімен құттықтайды. Біраз уақыттан кейін ер адам Дженниферден оны қорқытқаны үшін кешірім сұрайды, және олар татуласа алатынын сұрайды. Ол оған тағы бір мүмкіндік беруін сұрайды, және оған бірден жауап берудің қажеті жоқ, бірақ ойлану керек екенін айтады. Пікір білдіріп, видеодағы адамдар бірге бақытты көрінеді деп айтты. Ол оған бір күні демалысқа өзімен бірге алып кететінін жарнамаға қарап айтады. Лифттегі неон шамы сөніп қалды. Ол ашуланып, оны Дженнифердің термозымен сындырды. Бұл жігіт төбенің астындағы шамды ерте ме, кеш пе ауыстыру керек екенін түсінеді. Ол панельді шешіп, содан кейін лифттен шыға аламын деп ойлайды. Есікті термоспен ашқанда, Дженнифер оның жанында тұр. Ол Дженниферден тұруға көмектесуін сұрайды, және ол үшін қайтып келетініне уәде береді. Дегенмен, Дженнифер оған тұруға көмектессе, оңайырақ болар еді деп ойлайды. Өйткені оның бұған күші жетпейді. Ол үшін қайтып келетініне күмәнданады. Ол полиция шақырады. Дженнифер оған естігісі келгеннің бәрін айтып, оны қолдауға көндіреді. Ол оның иығына тұрып, лифттен түседі. Жігіт оған баспалдақпен есіктің қай жерде екенін айтып, олардың ақыры қашып кеткеніне қуанады. Дженнифер бұрылып, оны ұрып жіберді. Бұл оны ренжітті. Ол баспалдақпен көтерілгенде, ол да лифттен шығудың жолын табады. Жігіт екі киімді бір-біріне байлап, лифт арқалығына лақтырып жібереді. Дженнифер қазірдің өзінде есікке қарай бет алды. Ол көтеріле бастады. Ол оған жүгіргені дұрыс екенін айтады. Өйткені ол қазір қайтыс болды. Дженнифер өз деңгейіне жеткенде, ол есікке келіп, оның соңынан ереді. Ол есікті ашып, көмекке шақырады. Содан кейін ол кенеттен оның киімін киіп, екеуін де лифтке лақтырып жібереді. Екеуі де ес-түссіз жатыр. Дженнифер алдымен оянып, спринклерді көріп, жаңа қашу жоспарын жасайды. Ол өрт дабылын қосу үшін темекі тұтатуға тырысады. Бірақ оны көтере алмаған соң, ол кішкене от жағады. Лифт түтінге толған кезде ер адам оянады. Ол оны жұдырығымен ұрып, мұрнын сындырады. Дженнифер оны киіммен сәтті тоқтатты. Ол оған өрт дабылы өшпейтінін, бірақ олар ылғалданып, электр тогының соғуынан өлетінін айтады. Дженнифер оны қатты ренжітемін деп қорқытуда, және оны оған жасаған барлық істерін мойындауға мәжбүр етеді. Ол камераны ашып, өзіне не білетінін түсіндіреді. Дженнифер камераны оған бағыттап, оның шын аты кім екенін сұрайды. Ол өзінің есімі Джон Диггинс екенін айтады. Джон оларды лифтте әдейі тұзаққа түсіргенін мойындайды. Ол тіпті жоспарды қабырғаға ойып алған. Сол жұмада ол лифтке назар аудармаған кезде оны кілтпен тоқтатты. Дженнифер оны лифтте ұстап алғанын мойындауға мәжбүр етті. Джон оны азғырып, ұрлап кеткенін мойындады. Ол оған сұрақтар қоя береді. Сондықтан ол камера алдында оған жасаған барлық істерін мойындау үшін оның басын еденге ұрудан бастап, қабырғаға лақтыруға дейін. Дженнифер себебін сұрайды. Джон онымен жай ғана кездескісі келетінін айтады. Егер ол оны әдеттегідей кездесуге шақырса, ол одан бас тартар еді. Ол оған күзетші болғанға дейін кім екенін айтты. Ол есепші болған, ірі компанияда жұмыс істеген,
нағыз соққыға жығылған. Ол оған көліктегі қыз туралы әңгіменің рас екенін, бірақ соңы оның айтқанынан басқаша екенін айтады. Ақыры ол пандусты сағынып, тура канонға қарай беттеді. Көлік 7 рет аударылып, ақыры ағаштың қасына тоқтады. Қыз соқтығыстан қаза тапты. Джон небәрі 6 айға қамалды. Өйткені оның өзін қорғауға жеткілікті қаражаты болды. Ол бостандыққа шыққанда, оның қолынан келетін жалғыз жұмыс күзетші. Бірнеше айдан кейін ол бірдеңені сезіну үшін қайтадан өзі болғысы келеді. Дженнифер неге оны таңдағанын әлі түсінбейді. Оның айтуынша, бұл оның керемет болғандықтан. Дүйсенбі жақындап қалды. Олар әлі де тұзаққа түсіп жатыр. Тағы бір күзетші Эдди ғимаратқа жаңа құрбысына келіп, төбесін көрсетеді. Олар ішке кіргенде, ол Джонға қарайды. Оны таба алмаған соң, қауіпсіздік мониторын тексереді. Эдди Джон мен Дженнифердің лифтте тұрып қалғанын көріп, екеуін де оятады. Дженнифер одан оларды сол жерден алып кетуін өтінеді. Құрбысы диванда ұйықтап жатқанда, ол оған қазір түсіп, оларды сол жерден алып кететінін айтады. Эдди лифтке келіп, есікті ломмен ашады. Дженнифер сыртқа шыққысы келеді, бірақ ол оған алдымен есікті толығымен ашып, содан кейін кету керектігін айтады. Кенет Джон оны құлатып алды. Ол Эддиге өзінің осында екенін айтып, кілтті Джонға береді. Ол оған жұмыс істемейтінін айтады. Эдди оларға көмектесу үшін ішке кіретінін айтады. Ол лифтте тұрып қалып, лифтте не болып жатқанын көреді. Джон лифтті ашып, оны екіге бөледі. Ол Дженниферді тағы да құлатады. Содан кейін оны көлігіне апарып, жүк салғышқа салады. Джон ғимаратқа оралып, Эддидің денесімен және оның киімімен айналысады. Ол өзін ретке келтіріп, формасын киіп, темекісін қалтасына салады. Джон қабылдау бөлмесіне келгенде, бақылау камерасындағы барлық жазбаларды өшіреді. Эддидің құрбысы оянғанда, Джон оны да өлтіріп, кабинаның төбесінен лақтырып жібереді. Ол да, Джон көлікке отырып, Дженниферді оңаша жерге апарып, одан құтылады. Ол бензин толтырылған қоқыс жәшігін дайындап жатыр. Жүк салғышты ашпас бұрын, Джон Дженниферге оны әлі де жақсы көретінін және олардың бірге бола алмайтынына өкінетінін айтады. Дженнифер өлгендей кейіп танытады. Джон қоқыс жәшігіне жақындағанда, оның басынан ұрады. Көлікке отырып, қозғала бастаңыз. Бір күні ол науадан жанып тұрған темекіні тауып алып, тоқтады. Дженнифер шошып кеткен, Джонды қағып, кері бұрыла бастады. Ол көліктен түсіп, оны қоқыс жәшігінде көрді. Дженнифер темекісін қайта жағып, кетіп қалады. Содан кейін жанып тұрған темекі тұқылын қоқыс жәшігіне лақтырып, Джонды тірідей өртеп жібереді.